Егер біреу сені ренжітсе, сенің кінәң емес. Біреу жаныңды жараласа, сенің кінәң емес. Біреу сеніміңді ақтамаса, сенің жазығың жоқ. Біреу сенің сағыңды сындырып тастаса, сен жазықты емессің. Біреу сенің көкірегіңнен итерсе, сен кінәлі емессің. Жылама да, ешкімді жазғырма да, біреуден үміт күтпе. Бар болғаны қасқайып қарсы ал. Өзіңді бүткіл болған жағдаймен қоса қолың ал. Біреуден кеңес сұраудың да қажеті жоқ. Өзіңе ұтымды шешімді қабылда. Сенің жауапкершілігің өзіңнің қолыңда. Адам жаналғыштан, көңіл сындырғыштан, манипулятордан, бір сөзбен айтқанда саған біліп білмей түрлі әрекеттер жасаған адамнан әділдік, аяушылық, түсіністік, тағы басқа әрекеттерді сұрамау керек. Күтпеу керек. Ол оның таңдауы. Ары қарай не істеу керек, бұл сенің таңдауың. Бірақ нәрсе айта салайыншы, таңдау сенікі, шешім сенікі, қадам сенікі. Жалпы айтқанда өмір сенікі. Қалай қыласаң, солай сүр. Шынында да өмір өзіміздікі. Қадірімізді білмейтіндер үшін неге қайғарып жүруіміз қажет? Ең бастысы мына ұстанымды есте сақтаңыз. Малым жанымның садақасы, ал жаным болса арымның садақасы. Өйткені қазақ айтады, адалдық ардың ісі, ауырлықты көтеру нардың ісі.